Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын бір жасағаннан шығатын блинный жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқаны ыдысымызға саламыз, үстінен қантты саламыз және де жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Енді үстінен аздап тұз саламыз және де жылы сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек. Ендігі кезекте үстінен ұнды електен өткізіп саламыз. Алдын ала ұнды өлшеп дайындап алу қажет. Яғни мен ас қасықпен, үлкен ас қасықпен 6 қасық салдым. Және ең соңында осылай сұйық май құямыз. Жақсылап тағы араластырып 10 минутқа кішкене қоя тұрамыз. Одан кейін пісіре берсеңіздер болады. Табаны алдын ала қыздырып алу қажет және де ең бірінші пісіретін кезде аздап сұйық май жағамыз табаға. Және де жаңағы тестымызды құйып пісіре береміз. Сұйық майды әрбір пісірген кезде құймаймыз, тек ең бірінші пісірген уақытта сұйық майды аздап жағамыз. Одан кейін құрғақ табаға пісіре беретін боламыз. Мінекей осылай екі жағын аударып пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Мінекей блинныйлар дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.